Ассаламу алейкум. Бізде сукунду нунға байланысты ережелер. Сукун нун және тәнуинге байланысты. Бұл жерде біз 4 ереже шығады дегенбіз. Оны бәріңіз білесіздер. Соның бірінші ережесі изхар. Жалпы бұл сабақтан алдын сіздер махраж әріптерін білсеңіз өте жақсы болады. Өйткені бұның идғам не үшін, изхар не үшін, ихфа не үшін иқлаб екендігінің бәрінің себептері бар. Яғни әріптердің өзінің орналасуына байланысты осындай өзгеріске ұшырайды. Сондықтан махражды білуге тырысыңыздар. Ол оңай. Және енді біз өзіміздің сукун нунның бірінші изхар деген. Енді көп естисіздер. Бұл жерде біз түсініктірек, жеңіл түсіндіреміз. Өйткені сіздер мүмкін тәжвидтен сабақ беретін әлі мұғалім емессіздер көбіңіз. Мүмкін бір екеуіңіз сол үшін үйреніп жатқан шығар, бірақ көпшілігіміз не? Құран оқи алу үшін ғана. Сондықтан жеңіл сіздерге Құранды жүргізіп оқу үшін бастапқыда керек мағлұматтарды береміз, өте жеңіл түрде. Тілдік мағынасы изхар деген бұл анық, айқындау. Жалпы кез келген нәрсенің бірінші мағынасын түсіну керек. Сол кезде ол сабақты түсіну сізге не үшін екендігі ашыла түседі. Енді анық, айқындау көрсету изхар деген. Енді тәжвидте егер сукунду нун немесе тәнуин, ән, ин, ун деген тәнуин, солардан кейін 6 әріп келетін болса, хамза, ха, айн, ха, ғойн, хо, осы 6 әріп. Олар қай жер? Тамақ әріптері, жұтқыншақ. Сол себепті жұтқыншақ әріптері болғандықтан сукун нунның махражы қай жер? Тілдің ұшы, үстіңгі таңдай. Тіл астына үстіңгі тұс бар ғой, содан сәл жоғарырақ таңдайы. Ән, яғни сол таңдайдан шығады. Енді мына әріптерге не? Сукун нун алыс. Сондықтан сукун нунның анық шығуына ешқандай кедергі жоқ. Яғни мына әріпке кездескен кезде не? Сукун нун анық өзін шығара алады. Яғни қалай? Өзі қандай әріп? Ын деген тура солай шығара алады. Өйткені бұлар алыс жатыр. Ал жақын болатын болса сукун нунға, мысалы л, р, ләм мен ро, ән, әл, ар. Сол бәрі бір-біріне жақын таңдайдан шығады. Олар бір-біріне кіріп кететін еді. Өйткені ны айтам десең, келесі жану р жанында тұр. Ін, р деп жүрмейсіз де қиналып, екеуін қос жере саласыз. Сөйтіп ны былай айтқан кезде сондай өзгеріске ұшырайтын еді. Мынау ауыздағы әріптердің жақындығына байланысты. Мына 6 әріптен алыста болғандықтан бұлар не? Ны анық, ешқандай қиналмастан шығады. Енді формуласы жаттап алсаңыз, тәнуин, ны, осы 6 әріптің біреуіне жоқса не? Нун қалай тұр, тәнуин қалай тұру айтылу керек, солай шығады. Ын боп. Енді мысалдарын оқиық. Бұл өте маңызды. Өйткені ереже бекітілуі үшін мысалдарды көбірек оқу керек. Илля мән әзинәлі. Мән әзинәлі. Илля мән әзинәлі. Егер ана көк тәжвидті оқып жүргендеріңіз болатын болса, бәрі сол бір мысал қайталай береді ғой. Шаршаған шығарсыздар одан. Мұнда жаңа мысалдар, мән беріңіздер. Сосын көп кездесетін Фалақ сүресіндегі ғосиқин и. Бәрі не? Мұнда фатхалы хамзаға, мұнда не? Кәсіралы хамзаға жолықты. Ғосиқин иді. Кейбір кісілер ғосиқин деп ыңғы оқып жүреді. Жоқ, ын. Ғосиқин иді уақабы. Бұл бізде хамзаға байланысты. Ха әрпіне байланысты. Фәлә тәнхар. Фәлә тәнхар. Духа сөзіне кездесетін ол. Сәләмун хия. Сәләмун хия. Мұнда не? Мұнда сукун нун хамзаға жолықты, бір сөзде жолықты. Бір сөзде жолықса да бола береді, ереже. Мұнда сәләмун хия. Екі сөзде жолықты, бірақ не? Тәнуин жолықты. Даммалы тәнуин. Сәләмун хия. Енді айн әрпіне. Ән-амта. Фатиха сүресінде. Ән-амта. Осы кезде байлаңыздар. Көп кісілер әні-амта деп нун әрпіне тербетеді. Нун әрпін тербетеді. Қате ол. Ән-амта фи жәннәтин алия. Жәннәтин алия. Тәнуин айн әрпіне жолықты. Хо әрпіне.
والمنخنقة والمنخنقة سكون نون خا әрпіне жолықты. فإن خفتم فإن خفتم فإن خفتم إن خفتم من غسلين غين әрпіне من غسلين أجر غير أجر غير رن غا وانحر حرفني وانحر عزيز حكيم تمال تنوين حرفني жолықты. Байқасаңыздар, азизун ха ванхар деген сияқты. Бисмилла. Келесі сөзі бірге оқиық. Мән әмәнә күллүн әмәнә ин хуа мин ғислин күллә шәйин хай. Даммалы кәсірәлі тәнуин хамзасымен не харпіне жоқты. Хамза кәсірәлі тәнуин болып тұр. Өзінен харпіне. Китабун тәнуин хамза жоқты. Әнзәлнәху. Алимун алимун хаким деген сияқты. Мынау бізде латифун хабир фун ха тәнуин ха әрпіне жолықты. Мында кәлимәтин хабисәтин кәсірәл тәнуин ха әрпіне жолықты. Сосын әлихәтун и тәнуин өзінен хамзаға жолықты. Иллаллах әлихәтун иллаллах. Ләу кәне фихима әлихәтун иллаллах ләфәсәдәтә. Егер де жер бетінде әлихәтун иллаллах ләфәсәдәтә. Ләу кәне фихима әлихәтун. Жер бетінде не құдайлар болған деді? Жер беті парша-парша шығады. Яғни жалғыз құдайдан басқа көп құдай болатын болса, өйткені бәрібір бірімен таласып, мынан көрінілген емес, не мынан көрінілген емес, жер бетіне хаос болатын еді дейді. Енді мына жерде тапсырмалар берілген. Мына жерде енді мен сіздерге бір кейбір нәрселердің бар оқылуы, соны айтамыз. Енді Құранда кейде изхар ережесі уасл хамзасымен кеседі. Бізде хамзаның екі түрі бар. Қатуи хамза, жаңағы хамзаның суреті бар. Сосын уасл хамза дейді. Жаңағы алифтің өзі тұратын. Енді уасл хамза өзгеріске ұшырай береді. Былай деген сияқты. Ал ана хамза қатуи дейді, ол өзгермейді. Қалай өзі тұрады, белгілермен солай оқылады. Осы уасл хамзасы тәнуинмен тұрады да, өзінен кейін уасл хамзасы, яғни тәнуиннен кейін хамза емес, уасл хамзасы үстінде хамзасы жоқ, алиф келетін жерлер бар. Осы жағдайда тәнуинді ашық және толық айтып, кәсіра арқылы оқимыз дейді. Жалпы бір кісілер неге фатха емес, неге дамма емес деп таласады. Сон арабтарда кейбір кезде ең жеңіл харекет кәсіра дейді. Екі сүкун болып қалған екі сөздің арасын жалғауға өте жақсы харекет, ол дамма емес, фатха емес, ол кәсіра дейді. Жеңіл болғандықтан деп. Мысалы, хайрон әл-васiyya. Енді осы жерде қалай? Немесе яума изин әл-хаққу фитнатун. Мына жерде анқалабама қалай оқылатын қазір айтамыз. Мысалы, мына сияқтыларды хайрон, хайронил, хайрон нұн кәсіра болып тұр ғой. Оған кәсіра берсек, мына лыға кіріп кетеміз. Хайронил васiyya. Яума изинил хаққу деген сияқты. Мына жерде фитнатунин қалабы. Мына сөз ғой. Фитнатун наған тун ғой, соған тунин
туның қолабы деп кіріп кетеді. Бұған қазір тағы бір нәрселер қосып жіберсек болады. Мына жерде тағы да тапсырмалар берілген. Иншалла. Келесі сабақ идғам екен. Мына жерде қосымша мен сіздерге былай тағы бір түсіндіріп өтейін тақтасымен. Түсініктірек болу үшін. Изхар ол бізде не? Хамза, ха, айн, ха, айн, ха. Мына жерде ғойын болу керек. Ғойын, хо. Осы 6 әріптен тұрады. Және не? Анық оқылады. Ол қалай анық дегеніміз? Ол жаңағы тәнуиніміз бар. Ән, ин, ун деген. Және Құранда сіздерде көбінесе тәнуиннің көрінісі мынау тәнуин негізі мынау 2 фатха болып тұр ғой, 2 фатха. Мынау 2 кәсіра болып тұр. Мына жерде 2 дамма кей кезде былай келеді. Бірақ именно мынау изхардікіне былай қоясыздар ғой. Былай өздері былай тұрады өзі, былай. Изхардың тәнуин даммасы осылай тұрады. Демек, осы тәнуин немесе сукунды нунымыз өзімі жаңағы 6 әріпке жолығатын болса не? Н. Яғни н болып оқылады. Иншалла. Осымен изхар қысқаша бітті, пайдалы болсын.